Бата басы дұға, бойы ғибрат, түйіні тілек, қалыбы тәрбие, негізі сенімнен тұратын қастерлі салт. Әр атаның баласы бас қосқан жиын, той, дастархандарда бата беру жолы кімдікі? Қазақ қоғамында бата беру жолы қалыптасқан әдет. Төресіз ел болмайды, төбесіз жер болмайды дегендей, төре баласына бата беру бірінші жол болатын болған. Төре баласы жоқ жерде ұлы жүзде ноқтағасы жалайыр, жалайырға бата жол беріледі. Орта жүзде тарақты, тарақтыға бата беру жол беріледі. Кіші жүзде табынға ноқтағасы ретінде бата беру жол беріледі. Қазақта батаның қандай түрлері бар? Қазақта бата беру дәм батасы, ұлға берілетін бата, қызға берілетін бата, сапар батасы, жорық батасы деген баталар бар. Және елдік жолды бастайтын тұлғаға берілетін бата. Көп жасар дейміз, Көпей сопының баласы Мәшһүр Жүсіп 5 жасында әулие қаһарлы жанақтан әкесі Көпей сопа барып баласына бата бергізген. Сол 95 жасқа келіп отырған қаһарлы жанақ Мәшһүрге 5 жасында батасын берген екен. Міне бұл ұлға беретін батаның үлгісі осы. Бүгінде бұл дәстүр жалғасын табуда. Қазақ тарихында елдік мәселелерге байланысты берілген баталардың қандай мысалдары бар? Ел жерді жаудан қорғауда батырлар барып қариялардан, абыздардан бата алатын болған. Ел бастайтын хан төрелер, сұлтандар өздерінің бата алатын адамдар болған. Мысалы, ел қорғаудағы Бердіқожа батыр, Сәмен батырлар кезінде Төле биден бата алған. Елді басқару жолындағы бата алу үлгісін Үмбетей жыраудың Абылайға айтатын толғауында 20 жасқа шыққанда шарыштың басын қаққанда дегенде, бұл Абылайдың алғашқы рет өз-өзі болып батырлық жолға түсіп жекпе-жекте жаудың басын алған жағдайына орай, ел ақылшысы болған Бұхар жырау Қаз Дауысты Қазыбек билер: «Әй, Абылай, енді сен орта жүзге хан бол, елдік жолды баста» дейді. Ұлы ханымыз Әбілмәмбет. Енді ол үшін сен кіші арғындағы қара шаңырақтың иесі Қошқар Жәнібек батырдың өзінен бата алуың керек деп жұмсайды. Сонда орта жүзге хан көтергенде оған бата берген арғынның қара шаңырағы Жәнібек Дархан екен. Міне сол үлгі бата берудің жолы. Бата беру үлгісі Мәшһүр Жүсіп мұраларында айтылатын кіші жүзде Ералы Нұралылардың Әбілмәмбеттің тағын жолын жалғаған ел бастайтын адамдары, оларға бата беруші адам Сырым батыр болған. Әрі батыр, әрі би. Қазақ дәстүрінде кімдер бата бермейді? Қазақ дәстүрінде күйеу бала бата бермейді. Күйеу балаға бата беру жолы берілмейді. Қазақ қоғамында әйел адамына бата беру жолы берілмейді. Егер ол елге танылған күйеу ана, үлкен жасы ұлғайған ана болмаса. Сондай-ақ ар намыс әдебін бұзған, елге жүзі қара болған адамдар, қылмыс қылған, ұятты болған адамдарға бата беру жолы берілмейді. Батаның тәрбиелік мәні қандай? Қазақ халқының рухани өміріндегі ең маңызды құбылыстардың бірі бұл бата беру дәстүрі. Ант, серт және бата бұл сөз құдіретін білдіретін түсініктер. Оның өзіндік рухани күш-қуаты бар. Батаның тәрбиелік ең бірінші мәні адамның кісілік, адамгершілік қасиеттеріне баулу. Оның бір бастама кірісерде оның жүрегіне сенім ұялатып, үмітін ояту. Және адамның рухани күш-қуатын арттыру. Сондықтан бата беретін адамдар ол қатарлы жай адамдар емес, әдетінде аузы дуалы, батагөй, жасы үлкен ақсақалдар, қариялар, абыздар болған. Қазақ батасының рухани өміріндегі орны ерекше. Жалпы алып қараған кезде бұл қазақ қоғамында адамгершілік, кісілік қасиеттерін дамытатын
маңызды рухани институт. Бата салт, бата дәстүр, бата әдеп, салтымызды сақтап, атадан қалған әдеп жолын ұстанайық.